Қазақта подаграны тұз байлану деп атайды. Тұз байлану буын қабынуының немесе артрит ауруының ең көп тараған түрлерінің бірі. Бұл ауруға әйелдерге қарағанда көбіне орта жастағы ер азаматтар ұшырайды. Қазіргі кезде подагра ауруымен шамамен 100 адамның ішінен бір адам ауырады екен. Бұл аурумен ер адамдар әйелдерге қарағанда 20 есе көп ауыратыны белгілі болды. Ауру әдетте ер адамда 40 жастан кейін, әйелдерде етек үзілісінен кейін дами бастайды. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, біздің арнаны 75% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай және болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Подагра ауруы, грекше аударғанда подагра, аяқ үшін қақпан деген мағынаны білдіреді. Адам организмінде зат алмасу процесінің бұзылуынан және қанда несеп қышқылының шамадан тыс артуымен, оның тұздарының буындарда немесе мүшелерінің басқа тілдерінде жиналуымен пайда болатын созылмалы ауру. Бұл кеселге шалдығуға тән несеп қышқылының, яғни мочевая кислотаның көбейіп кетуі себеп болады. Және де бұл кеселге ұшыраған адамдарда әдетте несеп қышқылы шамадан тыс түзіледі, әрі бүйрек оны тәннен мардымсыз мөлшерде шығарады екен. Соның себептерінен несеп қышқылының қалдығы бір-біріне қосылады. Содан соң мөлшерден артық көбейген несеп қышқылы буынға барып байланады. Ол онда түйіршіктеніп кристалл түрінде пайда болады екен. Сол сәтте байланған буынды қабындыра бастайды. Алайда несеп қышқылы мен подагра ауруының арасында тікелей байланыс жоқ. Тіпті кей кезде бұл науқасқа несеп қышқылы қалыпты жағдайдағы адамдарда ұшырайды екен. Негізінде несеп қышқылының көбейіп кетуіне бүйрек қызметінің бұзылуы негізгі себептердің бірі болып саналады. Сонымен қатар, бұған кейде дәрі-дәрмектердің де және препараттардың да қайсыбір түрлерін қабылдау қозғау салады. Аурудың негізгі белгілері: дене мүшелерінің бір буыны немесе бір-екі буыны ісініп қызарады. Зақымданған буын адам жанына тиіп ауырта бастайды. Осындай сырқатта ауырсыну бірнеше аптаға созылады. Мұндай жағдайда көбіне подагра ұстамасы деп те атайды. Ұстама көбінесе түнгі уақытта күшейіп, буынның зақымданған тұсы ыстық болып, қызып, сипағанда алақанға сезіліп тұрады. Және мұндай кезде тұз байланған тұстың сезімталдығы жоғарылап, науқас саусақ тигеннің өзін ауырсынып көтере алмайды. Бұл дертке негізінде бақайдың буыны шалдығады. Сонымен қатар, алақанның, саусақтың, тізенің, тағы да басқа дене мүшелерінің буындары да осы ауруға ұшырауы әбден мүмкін. Қайсы бір жағдайда буынға қоса сіңірдің де қабынуы мүмкін екен. Подагра ұстамасы ұзақ уақыт бойы жиі қайталанып тұратын болса, буын елеулі түрде зақымға ұшырайды. Оның қозғалып, өз қызметін атқаруы қиынға соғады. Кейбір жағдайларда буын терісінің астында немесе құлақ қалқаны маңайында ақ түйнектер түзіледі. Бұл түйнектер несеп қышқылының жинақталып қалған кристалдары болып табылады. Подагра ұстамасы әдетте зиянды алкогольді ішімдіктерді пайдаланған кезде және артық тамақ жегенде дами бастайды. Ауру аяқ астынан және интенсивті түрде буынның қызарып жануынан басталады. Екінші рет қайталанған ұстама кезінде саусақ қатты шаншып ауыра бастайды. Егер подаграны емдемесе, ауырсыну жиі қайталанып, уақыты ұзаққа созылады. Емдік шаралары: егерде жоғарыда айтылған белгілер сізде байқалса, тез арада дәрігерге қаралу қажет. Ол ауруыңызды әртүрлі жолмен зерттеп, дертіңізге анықтама береді. Дәрігерге көп уақыт өткізбей, уақытында барып қаралсаңыз, емде сол құрылым пайдалы болады. Ем дұрыс тағайындалған кезде подагра ауруы 1-2 күннің ішінде қайтатын болады. Сонымен қатар, бұл дертке ұшыраған бойда дәрігердің барлық сізге айтқан емдік шараларын мұқият орындау қажет. Тұз байлану кеселіне шалдыққан кезде суды көбірек ішуіңіз керек. Әсіресе көк шай ішу өте пайдалы. Мынадай тағамдарды тұтынуға болады. Құрамында пурины көп тағамдарды ішіп жеуден бас тартқаныңыз жөн. Бұл әсіресе ауру асқынуы кезінде өте маңызды. Мына тағамдар пурины көп тағамдарға жатады. Малдың жүрегі, бүйрегі,
бауыры мен миы және басқа да мүшелері, балықтың майлы түрлері, сонымен қатар тұздалған, қуырылған балық тағамы, ащы тұзды ірімшіктер, мал еті және малдың еті қосылған тағам түрлері, құстың балықтың етінен жасалған тағамдар, саңырауқұлақтан жасалған сорпалар, қақталған ет тағамдары, бұршақтар, сояу секілді бұршақ тұқымдас дәмді дақылдарды және де спиртті зиянды ішімдіктер. Алкогольді ішімдіктерді ішу денедегі несеп қышқылын одан сайын көбейтеді және бүйректің жұмысын қиындатады. Сақтану жолдары. Подагра ұстамасы кезінде зақымданған, қатты қызарып ісініп тұрған буындарға күтімді күшейту қажет. Ондай жағдайда үстіңіздегі киім мен аяқтағы аяқ киім қажауын болдырмау қажет. Өзіңіздің салмағыңызды үнемі бақылауда ұстау керек. Алайда өз бетіңізше салмақ тастаймын деп ешқандай шара қолданбаңыз. Сіз өз денсаулығыңызға қатысты не істесеңіз де дәрігер бақылауында болуы шарт. Өз бетіңізше еш нәрсе істемеңіз. Білмей жасаған әрекет ауруды одан әрі асқындыруы мүмкін. Салмақты шамадан тыс қуалау, тұз байлану кеселін одан әрі асқындыра түседі. Ішкіңіз келген дәрі-дәрмектің бәрін дәрігерге көрсетіңіз. Дәрігер келісімімен ғана ол дәрілерді қабылдау қажет. Тек дәрігер ғана сараптама жасау, денедегі несеп қышқылын анықтау және тағы басқа қосымша әртүрлі әдістер арқылы науқастың дертін нақты анықтай алады. Подагра ауруы ұзақ уақытқа созылған кезде буынды рентгенге түсіреді. Дәрігер асқынып кеткен подагра ауруына дәрілік ем тағайындайды. Сонымен қатар, науқасқа емдік дәрілік шаралармен қозғалыс белсенділігін арттыратын дене жаттығулары жөнінде ұсыныстар және кеңестер берілетін болады. Дәрігердің қосымша зерттеу жұмыстары арқылы таңдаған емдік тәсілдері қандағы несеп қышқылын азайтуға бағытталған болады. Есіңізде болсын, подагра жұқпалы болуы да мүмкін екен. Егерде бұл ауруға туған жақыныңыз шалдыққан болса, ол адам қатер тобына жатады, яғни подаграның оларға да таралуы ғажап емес. Халықтық жолмен подаграны емдеу. Ғасырлар бойы емшілер үйде подагра ауруын емдеудің көптеген рецепттерін жинаған болатын. Компрессор. Бал және тұзды бірдей мөлшерде араластырыңыз. Алынған қоспадан компресті матаға бір келкі қабат жасалады. Содан кейін түнде ауырған буынға жағу керек. Қара нан және айран. Бір стакан айран жарты литрлік ыдысқа құйылады. Қалған қара бидай нанының үгіндісімен толтырылып қасыққа сода қосылады. 5 сағаттан кейін инфузияны сүзіп, күндізгі ласондармен түнгі компрессор жасаңыз. Ем болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе жүріңіз.